Сәлем достар, сіздерге бүгін синнабонның рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге жылы сүт қажет, дрож, құрғақ дрож, қантымыз және де 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін електен өткен ұнымызды алып, жаймендеп салып бастаймыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Бетін жауып қойып қоямыз. Одан кейін дайын болған көтерілген қамырымызды алып, оны 2 бөлікке бөліп, домалақ қылып жаямыз. Домалақ қылып жайылған қамырымыздың бетіне еріп тұрған сары майымызды алып, үстіне жағып шығамыз. Сары майымызды жағып болған соң, оның ішіне салмасына бізге корица мен қант қажет. Екеуін араластырып, үстіне сеуіп шығамыз. Одан кейін қамырымызды осылай дөңгелектеп, домалатып шығамыз. Жан-жақтарын жақсылап жасаймыз. Мен негізі пышақпен кессе де болады, мен жіппен кестім, өте түзу болып шығады, сол себепті осылай пышақпен кесіп алам, одан кейін жіппен кесіп шығам. 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Мінеки синнабонымыз дайын. Енді үстіне кремімізді дайындаймыз. Ол үшін мен творожный сыр алдым. Сметанада сары майды алсаңыздар болады. Менде творожный сыр болды, осымен жасадым. Творожный сырға сахарный пудрамызды салып, араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Синнабонымыздың үстіне жағып шығамыз. Синнабонның үстіне біркелкі етіп жағамыз. Міне, синнабонымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма жазылып, маған лайк басып кетулеріңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын.